Егер мені тыңдайтын болсаң, сені бақытты ететін, ақылына көркі сай жан, әне алдыңда тұр, қарасаңшы. Ariel, dur bol, dur endi. Жаңа ғана керемет жаңалық естідім, құттықтаймын. Тілегіміз орындалды. Мына ақымақ тағы не деп тұр өзі? Демек, екеуің әлі білмейді екенсіңдер ғой. Бүкіл халық бүгін Ханзада үйлену тойын жасайды деп шулап жүр. Естіп тұрсың ба, ол үйленеді. Ақымақ, Шаян, Уолкер. Саған сәттілік тілейін деп келгем. Жарайды, көріскенше бұйырса тойға келем. Я, әрине, Ерик. Сен дұрыс айтыпсың. Мен өткенде қателескен сияқтымын. Сен айтқан құпия ару расымен де бар екен ғой. Көркіне көз тоймайды. Құттықтаймын, айналайын. Үйлену тойын тез арада жасауымыз керек. Я, әлбетте, Ерик. Бірақ дайындыққа біраз уақыт керек. Тез дайындалыңдар, Гримсби. Үйлену тойын арналған кеме күн батысымен теңізге шығатын болса. Жарайды, Ерик, бірақ дегенің болсын. Қандай сұлу, қандай керім жүзім жарық таң нұры. Жолым болғыш сондай менің шаттанамын әр күні. Енді маған бағынады су астының барлығы. Теңіз мыстаны, о жоқ, ол енді, ал. Ариел! Мен ұшып келе жатқам. Енді ұшпасам қалай келем? Сосын айнаға қарап тұрған мыстанды көрдім. Ол ұрланған. Бақалшықтың артында ән салып тұрды. Не айтып тұрғанымды түсіндің бе? Ханзада сұлу қыз кейпіндегі мыстанға үйленбекші. Оған сенімдісің. Мен қашан қателесіп едім. Мұны не істейміз енді? Ал, енді қайттық. Үшінші күні күн батқанша.